Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Математика сабағы 2 сынып 132 сабақ. Жүз 32 сабақ. Жиындар, логика элементтері. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Суреттерге қара, жиындарды ата дейді. Осы жиындардың бірігуі нәтижесінде шыққан жиынды қалай атайды дейді. Қараймыз. Бірінші суретте фигуралар жиыны, яғни шаршы, үшбұрыш, дөңгелек, тік төртбұрыш, алтыбұрыш сияқты фигуралардың жиыны суреттелген. Екінші суретке қараймыз, онда сызықтар, әртүрлі қисық сызықтар, ирелек сызықтар көрсетілген. Үшіншіге қараймыз. Үшіншіде бұрыштар көрсетілген, яғни сүйір бұрыш, доғал бұрыш, тік бұрыш. Ал осылардың барлығын біз не деп атаймыз, балалар? Геометриялық фигуралардың жиыны деп атаймыз. Яғни осы жиынның бірігу нәтижесінде шыққан жиынды геометриялық фигуралар жиыны деп атаймыз. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Екінші тапсырма. Әр жиын элементтерінің санын анықта. А. Бір таңбалы натурал сандар жиыны. К. Толық ондықтар жиыны. Е. Толық жүздіктердің жиыны. М. Екі таңбалы натурал сандар жиыны. Осы жиындардың бірігу нәтижесінде шыққан жиынды қалай атайды? Енді қараймыз. А деген бір таңбалы натурал сандар жиыны. Бір таңбалы сандарға бізде қандай сандар жатады, балалар? Яғни бір ғана таңбадан тұратын сандарымыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Осы 9-ы бізде бір таңбалы натурал сандар жиыны болады. Келесі толық ондықтардың жиыны. Толық ондықтардың жиыны бізде 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 болады. Өйткені олар толық ондықтар. Толық деген осы сандар жиыны толық ондықтар жиыны болады. Е. Толық жүздіктердің жиыны дейді. Ол 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 құрайды. Келесі М. Екі таңбалы натурал сандардың жиыны. Ол енді екі таңбалы барлық натурал сандардың жиыны болады. 10, 11, 12, 13, 14, 15 деген сияқты ол кете береді 99-ға дейін. Енді қанша элементтер бар екен жазайық. Ада бір таңбалы натурал сандар жиынында 9 элемент бар. Жаңа біздер жазып кеттік. К-да 9 элемент бар екен, Е-де 9 элемент, ал М-да 90 элемент бар екен. Бұлардың барлығын біздер осы жиындардың бірігу нәтижесінде шыққан жиынды біз сандар жиыны деп атаймыз. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Бізде үшінші тапсырма екі жиынның элементтерін салыстыр дейді. Элементтерді теріп жаз дейді. А және В жиыны. А жиынына тиісті элементтер бізде қараймыз, балалар. А жиынына тиісті элементтер бұл жерде 0, 1, 2, 3, 4. Яғни 5 элемент А жиынына тиісті. Енді В жиынына тиістілерді санаймыз. 2, 3, 4, 5, 6. Бұлар да 5 элементті құрайды екен. Енді А жиынына да, В жиынына да тиісті элементті қараймыз. А жиынында да 2 деген сан бар, 3 деген сан бар, 4 деген сан бар. Яғни екеуіне де тиісті элементтер ол 2, 3, 4. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. С, М, Е, К жиындарының элементтерін зертте дейді. Қараймыз, мына пікірлер ақиқат па дейді. Енді пікірлерге қарайық. Е жиыны С мен М жиындарының бірігуі нәтижесінде шыққан жиын дейді. Е жиыны С мен М жиындарының бірігуі нәтижесінде. Ол дұрыс па, балалар? Дұрыс емес. Егер бірігуі нәтижесінде шыққан болса, екеуіне де ортақ сандарды жазушы еді мұнда. Ал ол дұрыс емес. Бұл жерде ортақ сандар тек қана біреу ғана, 30 деген сан ғана бұларда ортақ. Бірақ мына пікір бізге ақиқат болмайды, бұл жалған пікір. Келесі К жиыны С мен М жиындарының қиылысуы нәтижесінде шыққан. Енді қараймыз. К жиынында бізде 30 деген сан тұр. Ал С мен М жиындарына қараймыз, екеуінде де 30 бар ғой. Яғни 30-да бұл екеуі қиылысатын жиын болғандықтан, бұл ақпарат, бұл сөйлем бізде дұрыс, яғни ақиқат пікірге жатады.
Келесі 5-ші тапсырмаға қараймыз. 3-3-тен комбинациялардың нұсқаларын құрастыр дейді. Қорапта қызыл, жасыл және сары шарлар бар. Егер қораптан 3 шар алсақ, олар қандай түсті болуы мүмкін? Өз жауабыңды шар түстердің бірінші әріптерін белгілеп, кесте түрінде көрсет дейді. Ал енді қараймыз. Біз қораптан алсақ, үшеуі де қызыл болуы мүмкін, 3 сары болуы мүмкін, 3 жасыл болуы мүмкін. Бірінші қатардағы қараймыз. Екінші, егер біз тағы да бір рет алатын болсақ, ол қызыл, жасыл болуы мүмкін үшеуі. Сары, жасыл болуы мүмкін, немесе жасыл, қызыл болуы мүмкін. Одан кейін тағы да біз алатын болсақ, ол қызыл, сары болуы мүмкін, сары, қызыл болуы мүмкін, жасыл, сары болуы мүмкін. Ол әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан біз осылайша жаздық. Келесі 6-шы тапсырмаға пікірлер ақиқат па әлде жалған ба дейді. Енді қараймыз. А дейді, көбейту мен бөлу өзара керамалдар. Ол ақиқат па балалар? Әрине ақиқат. Көбейту мен бөлу өзара керамал олар. Азайту мен қосу бір-біріне керамал болып табылады. Сол сияқты көбейту мен бөлу де өзара керамалдар. Кез келген санды бірге көбейткенде көбейтудің мәні бірге тең болады. Бұл дұрыс па балалар? Ол ақиқат па? Жоқ. Егер біз кез келген санды бірге көбейткен кезде ол бірге тең болмайды, санның өзіне тең болады. Сондықтан бұл пікір жалған болып есептелінеді. Келесі, сыйымдылығы 7 литрлік ыдыстарға 16 литр күнбағыс майы және 20 литр мақта майы бөліп құйылды. Неше ыдысқа май құйылды дейді. Қарайық енді. Егер 16 литр күнбағыс майын 4 литрлік ыдысқа құятын болсақ, біз 16-ны 4-ке бөлеміз, 4 болады. Сонда 4 ыдысқа бізде күнбағыс майы құйылды. Ал 20 литр мақта майын 4 литрлік ыдыстарға құятын болсақ, онда 5 ыдыс кететін болады. Сонда күнбағыс майы 4-еу, мақта майы 5 ыдысқа кетеді. Сонда барлығын қосқан кезде 9 ыдысқа май құйылады. Жарайсыңдар балалар. Мен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ ұнаса, түсінікті болса, лайк басып, тіркеліп, қолдап кетейік.